ояныңыздар, қозғалыңыздар, Қытаймен сауда жасаңыздар. Қалайсың бауырым деп па? Дұрыс, енді саған жеке өзіңе ештеме айтқым келмейді. Енді қалай енді ебін тапқан екі асау жат дейді ғой енді қазақша. Бірақ мен мынаны күтем да жігіттерден. Міне жігіттер, міне мата алып келдім. Міне мына жерде мынандай цех ашып жатырмын. Келіңдер, қыз келіншектер, міне мынанша тігін машинкалар деп келіңдер, осындай киім пішейік, қазақша киім тігейік. Осындай өнеркәсіп ашып жатырмын, бешпент тігіп жатырмын, желөтпе тігіп жатырмын, тақия тігейік, ақ мата, ақ көйлектер тігейік қыздарға. Өзіміз сол футболка, өзіміз шығарайық, трикотажный не фабрика ашып жатырмын, шұлық фабрика, түрфи фабрикасын, трикотаж ғой енді, трикотаж сондай ашып жатырмын деп. Неге мен сондай естігім келеді да? 30 жыл Қытайдың қаңсық дейді ғой, мусордың қоқысын сатып алып, Германияның мусорын сатып алған Қытай, содан киім жасап, біз соны 30 жылдан сасық киімін киіп келе жатырмыз. Өте кедейміз. Біздің экономикамыз қалай дамиды, егер біз өнеркәсіп, өзіміз 8 миллион қазақ өнеркәсіп ашып, экономикасын көтермесе, біз әлі сонда тағы Қытаймен сауда жасап, тағы құлдықта отыруымыз керек па? Мысалы, құрылыс заттың бәрін Ресейден әкеледі. Әлі Ресейден тасиды. Ресейдің жаңа мусорын осы жерге келіп, мысалы Алматыда үй салып жатыр, мысалы. Мусордан үй салып жатыр. Біз сонда Европа сияқты, Америка сияқты, Токио, Қытайдың жаңа Гонконг сияқты, жаңа Сингапур, солар сияқты біз өмір сүруіміз құқымыз жоқ па сонда? Таза ішіп киіп, таза үйлерде тұрып, сапалы үйлерде тұрып, біздің соған не көсегеміз көгермей ма сонда?